Саламатсыздар ма, құрметті Әлия Әлемі каналының көрермендері. Біздер қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы IT технология және цифрлық ресурстар пәні бойынша студенттермен практикалық сағаттамыз. Біздер негізгі алдында небір түрлі программалармен жұмыс жасап үйренгенбіз. Соның ішінде электрондық оқулық жасайтын программамен студенттерге тапсырма берілген болатын. Жұмыс процесін қадағалайық, біздермен бірге болыңыздар. IT технология және цифрлық ресурстар пәні бойынша қазақ тілі әдебиеті 301 топтың барлық студенттері белсене жұмыс жасауда. Өткен дәріс сағатында біздер электрондық оқулық жасау программасын үйренген болатынбыз. Студенттер түгелдей тапсырманы орындап әкелген. Жұмыс қызуда. Электронды оқулықтың ерекшеліктерін студенттеріміз әбден түсінген. Керемет, ризамыз. Сіздер қандай программамен жұмыс жасап жатырсыздар? Просто әуелі слайд жасау процесіндесіздер, иә? Керемет. Фарида, қандай электронды оқулық жасадың? Біздің тақырып педагогикалық және теориялық қақтығыстар туралы түсінік бойынша электронды кітап. Назира екеуміз бірге қосылып жасап жатырмыз. Ең бірінші қандай процесс болды? Бірінші слайдты книжный қылып алдық. Содан кейін Pliv PDF Professional программасын скачать ету арқылы оны сол приложениеге салып, одан әлі электронды кітапты ішіне ютубтан видео салып, аудио салып, одан әлі өшіп, дамытып отырмыз. Жақсы. Сіздерде қандай тақырып бойынша? Құнанбаев туралы слайд жасап алып, соны архивке сақтап, одан кейін приложение арқылы книжный қылып алдық. Жақсы. Сіздерде қандай электронды кітапты қазір бір рет жасап көрсеттіңіздер, қазір қайтадан редакциялаудасыздар ма? Шоқан Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығы туралы. Мұхтар Әуезов туралы. Мұхтар Әуезов туралы. Ұнады ма сіздерге программа? Өте жақсы, өте қолайлы. Жақсы. Жұмыс процесі бас көтермей барлығы да жұмыс жасауда. Сіз қандай электронды оқулық жасадыңыз? Мен жасаған электронды оқулығым қазақ ертегілер жинағы. Оның ішіне 4 ертегіні салдым. Қазақ халқының оның ішінде Мақтағыз, Ертөстік, осындай книжный түрде слайдпен жасап отырсыз, иә? Электронды оқулығыңызға көше қойыңызшы. Кішкене экран үлкейтсем. Әлі редакциялау үстіндесіз ғой, иә? Жақсы, керемет. Арада Шоқан Уәлиханов туралы дайындалған, иә? Бекарыс жұмыс процесі туралы ойыңмен бөлісе отырсаң, әлі аяқталмаған секілді, иә? Әлі өңдеу керек. Негізі презентацияны книжный етіп жасамаған, мен альбоммен түрде. Енді өзгерту процесіндеміз. Жақсы, өте жақсы. Мен бүгінгі электронды кітапты Тұран айтшы фольклорлық ансамбліне арнаған болатынмын. Өзім ұнататын ансамблім. Неке, бірінші видеосын көрсетіп жіберейін. Видео қосу арқылы. Аудио жазба қосқан болатынмын. Осы ансамбльдік өлеңі Мәліметтер берілді. Мәліметтер берілді. Қалай осы ансамбль құрылғандығы туралы мәліметтер бар. Одан кейін ютубта видео жүктеген болатын, бірақ интернетке байланысты ашылмай тұр. Сонымен қатар өзімнің бірге түскен суретім топ мүшелерімен. Жақсы, керемет. Мен өзімнің өлеңдер жинағымда электронды нұсқада дайындап көрген болатынмын. Әлі де процесс әлі жүргізілуде, бірақ бастапқы беттерін көрсетсем. Мазмұнын жаздым және де өзім туралы шағын мәлімет. Және өзімнің өлеңдерімді, сонымен қатар оқырман өлең тыңдау барысында
яғни әсер алсын деп мына фонды музыка қосып қойдым. Яғни ол кез келген оқып жатқан кезде қосып, өзі оқи береді, мәнерге салып. Әсерлі, иә, сондай. Баспадан шығарғаннан гөрі электрондық оқулық түрінде дайындау қолжетімді ме, қандай ерекшелігі бар? Әрі тиімді, өйткені баспа бетінде сенде қате кетіп қалса, яғни оны дұрыстау мүмкін емес, ал электронды нұсқада сен өзің дұрыстай да аласың, өңдей де аласың, және де оқырмандарға электронды тұрғыда жеткізе де аласың. Өте жақсы, сәттілік тілейміз. Студенттеріміздің барлығы да бұл программаны өте жақсы меңгергені үшін біздер қуаныштымыз. Алдағы уақытта студенттердің осындай жұмыстарымен әлі де бөлісіп тұратын боламыз. Сау саламатта болыңыздар. Келесіде кездескенше.